Армысыз оқырман, арнама тіркеліп, әңгімеге өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Кеткен қатын кетті. Не сенікі, не бұл жырау. Ондай қатыннан құтылғаныңа қуан. Кеткен екен алдартына бір уыс топырақ. Барсын, жеткен жеріне дейін барсын. Енді үйіңе кіргізуші болма деп дейсек, інісі Ғалымжанға төніп отыр. Ғалымжан осы үйдің ортаншы баласы. Жасы 30-дан енді өткен жігіт. Үлкен ағасы дейсек, жасы 37-дегі балалы шағалы бөлек отау иесі. Бұл үйдің кішісі Ғанижан. Ол әлі үйленбеген. Орталарында Рахила деген 56 жасар шешелері бар. Әкелері кіші інілері Ғанижан дүниеге келгесін көп ұзамай қайтыс болған. Ортаға алып отырған адамдары әзірше кемпірдің қолындағы бала Ғалымжан. Ғалымжан үйленіп 2 балалы болған. Үлкен қызы 8 жасар, кішісі 5 жасқа енді толып жүр. Ғалымжанның тұрақты жұмысы болмаса да, қолынан іс келетін шебер жігіт. Шешесін, әйелін 2 баласымен аш қалмаймын деп, күндіз түні табылған жұмысты істеп жүр. Бірде аз, бірде көп тапқан тиыннан шашу шығармай шешесімен әйеліне ұстатады. Карта ойнап, арақ ішіп, басқа елдерге көз салу деген ойлардан мүлдем аулақ. Тіпті темекі де тартпайды. Бала кезінде насыбай салып көрем деп шытып қойып, қақалып шашалып, құсып өліп қала жаздаған. Оның үстіне әкесі біліп қойып аямай ұрған. Содан соң темекі насыбайға деген әуестігі мүлдем жойылды. Әскерден келгесін ауылдың қарапайым қызы деп таныстырған Маржангүлді анасына келін қылып түсірген. Үріп-ауызға салғандай Маржангүл бір қарағанда өте сүйкімді, сұлу жан еді. Үндемейтін, артық күлмейтін, әңгімесі я жоқтан аспайтын жан болатын. Біркелкі бірыңғай өмір жалықтырды ма, әлде үнемі қаржы жетіспеушілікпен өзін бар нәрседен шектеу жалықтырды ма, кім білсін. Екінші сәбиі ұлы дүниеге келгесін Маржангүл мінез көрсете бастады. Енесі жоқ жерде Ғалымжанның миын жеп, ұрысып, сәл нәрсеге бұртиып, теріс қарап бөктісіп, жатып алуды көбейтті. Тіпті жылап жатқан баласында емізбейтін өнер шығарды. Затында өмір көрген қазақ әйелі зерек болады емес пе? Енесі Рахила келіннің бойындағы өзгерістерді бірден түсінді. Маржангүлмен оңаша отырып сөйлескенде, қарағым, бері қара. Байқаймын соңғы кезде көңілің бұзылып жүрген сияқты. Не ойлап жүрсің? Не мазалайды? Шаршап қажып жүрсең төркініңе барып, қыдырысып келсеңші. Үйден шықпағаныңа 2 жылдай болып қалды осы. Туыстарыңа барып, көңіліңді аулап, мына жиендерін көрсетіп, келем десең қарсылық жоқ қарағым. Ғалымжанның да саған көңіл бөлуге шамасы жоқ. Шаршап шалдығып жүрсе де осы үйге ақша табумен жүгіріп жүргені сол. Сенің қабағың қыржиып жүрсе, ол да үйден суынады. Соны ұмытпа. Әйел ер азаматқа сүйеу бола жүріп, оның көңілінен шыға білуі керек. Еркек төздің адамы, бірақ үнемі үйін ойлап жүру керек. Ол үшін үйде жағдайын жасап отырар. Әйелі күлім қағып, қарсы алып отырсын. Сонда еркек басқа жақтан жағдай іздемей, үйіне асығатын болады деп біраз ақылын айтқан. Маржангүл ештеңе деп қарсылық білдірмеді. Жоқ апа, бәрі дұрыс. Жүйкем шаршаған шығар деп қоя салған. Ғалымжанның келесі бір жұмысы совхоз жақтан біреудің қорасын бұзып қайта салып беру болған. 2 аптада бітіріп үйіне келгенде, үйінің ішінде жат бір нәрсені сезінгендей болды. Не екенін білмесе де, көңілін суық бір нәрсе сипап өткенді. Маржангүл үйде жоқ екен. Балаларын құшақтап, мауқын басып, жолай дүкенге соғып, алған тәттілерін беріп, анасымен шай ішіп отырып табысын ұстатып отырды да. Апа, азырақ Маржангүлге алып қалдым. Қажетіне жаратсын деп едім. Ұрыспайсың ба? Тапқанын әйеліне тасиды деп күлді де, оның да бір нәрселер алғысы келетін шығар деп, анасының ыңғайына жығыласып сұрады. Ей, балам, әйеліңді бала-шағаңды қамтыма деп қалай айтам. Ер азаматтық міндетің ғой. Тұрақты айлық алатын жұмысың болмаса да, осыларда ашқылып жатқан жоқсың. Алла разы болсын. Бірақ Құдай сақтасын, бір күдік көкірегімді өртеп барады. Келіннің жүрісі күмәнді. Базардан киім сататын жұмыс тапқан ба? Нағашы апа дейме, жиен апа дейме? Сондай біреуге әуей болып жүр.
Өзіне қымбат көйлек алған, суы да жаңарған. Кеше мына қызың айтты, қымбат үш көйлек алып елдің қолы жетпейтін, Марс дейме, Шарс дейме, сондай бір шоколадтар әкеліп жүр екен. Үндемегенен үйде бәле шығады деген осы Маржанның жүрісі біртүрлі болып кетті деп күрсініп түңіле жауап берді. Өздерінің жатын бөлмесіне кірген Ғалымжан үйіндегі біртүрлі жат суық лептің ошағын анықтағандай болды. Ол бөлмесіндегі бет қарайтын айна алдында тұрған қымбат әтірден сезіліп тұрғандай. Ілгеректе әйеліне осындай әтірді сыйламақшы болып бағасын сұрағанда тапқан табысы түгел кететінін білді. Енді бүгін сондай әтір бөлмесінде тұр. Киім салатын шифонеті ашқанда бұрын көрмеген әйел көйлегі көзіне бірден ұрынса, қапталында тұрған полкадан су жаңа жылтыраған үш көйлек көрінді. Сөйткенше бөлме есігі ашылып Маржангүл кірді. Өзің алып бере алмағасын күйініп көре алмай тұрсың ба? Қайтеміз, өзіміз жұмыс жасап, өзіміз қамданбасақ өмірден жалаңаш өтер түріміз бар деп текете сөйледі. О, не дегенің Маржан, құтты болсын игілігіңе ки. Тек қарыз қалған болсаң барып төлеп тастайық. Жаңа апамның табысының шетінен сұрап алғаным бар. Өзіме қалдырғаным бар, шететін шығар деп ақталғандай болып қалды. Апамнан дейсің бе? Күлкімді келтірмеші. Апаңнан алып қалған ақшаң іш киімнің бауына да жетсе рахмет айтарсың. Алаңдама, қарыз емес, өз ақшама айлығымның есебінен алдым. Базарға таныс апайыма киім сатушы болып жұмысқа тұрдым, деді кекесінді түрін жасырмай тұрып. Жаным, жұмысқа тұрдым дейсің бе? Өзің біл, жаным. Үйде төрт қабырғаға қарап отқаннан ол да дұрыс шығар. Емшектегі балаға қиын болмаса. Келші жаным, сағынып қалыппын өзіңді деп, құшақтап еді, өзі шошып кеткендей болды. Мүлдем басқа, мүлдем жат суық денені құшақтағандай болды. Ой, қоя қойшы деп, Маржангүл де құшағынан сатылып кетті. Арада бір апта өтпей-ақ жұмыстамын деген сылтаумен күндізде, түнде де кетуі көбейген Маржангүл бір айдан соң мүлдем кетіп тынды. Жасқа тола қоймаған ұлы көп жүрсінің де емшектен шықпағаны кедергі болмады. Алматыға тауға барам деп кетіп, соңынан осынан жұмыс таптым деген хабарын айтып жіберді. Бай саудагермен көңіл қосып жүргендігі соңында соған еріп кеткен жүріс-тұрысы елге мәлім болды. Артынан іздеп барған Ғалымжан мен Маржангүлдің туған інісі екеуі кездесіп ауылға қайтуын сұрағанда, өмірде өз бақытын тапқанын айтып қайтарып жіберді. 2 ай өткесін Марқал Ғалымжанның ағалары мен туыстары ажырастырып алмаққа сотқа арызданды. Маржангүл нотариуспен бекіттіріп, балалардан бас тартатынын, ажырасуға ешқандай қарсы емес екенін жазып, қолхат беріп жіберген. Естелікке шөміп кеткен Ғалымжанды ағасы Дүйсектің, саған айтып отырмыз, керең болып қалғансың ба? Қатының кеткеніне 4 жылдан асты емес пе? Кеткен қатынды қашанғы қимай жүресің? Әлде сол жәлептен басқа 2 әріп құрыды ма елде? Ол қатынды өлді деп сана. Болды, үйлен. Арғы бергі жағы дұрыс, елден адам алып берейік. Мына апам сенің балдарыңды қараймын деп қатарынан қалып бара жатыр. Алыс жақын той томалағына да бара алмай жүр. Сенің қай білдірсең, қалаған жеріңнен қыз алып береміз. Айт, тоқтама. Қатын кеткен жалғыз сен бе? Ешкімде ондайдан өлген жоқ. Таңдауыңдайды деп тікеңдеп отыр. Ғалымжан не десін, жанында жатқан жан-жарының сатқындығынан, әйелге деген көңілі суып, жаны жараланғасын, үйленем деген сөзге өрке қарайды. Болмаса, құрдастары, нағашылары, құда балдары да түрлі қызды айтып, құлағын жеп жүргелі қашан. Бұның да басы бос екенін білгесін жүрген жерінде кеуден жол болмаған қаншамасы өздері сүйкеніп көрген. Тек Ғалымжанның жүрегі суық тоқтап қалғандай, ешкімге ыңғай бермейді. Ой, аға, қатын керек болса таппай жүр деймісіз? Керек емес. Мұны екеуін жетілдіріп, қатарға қосып, адам қылайын. Ендігі сол маған мақсат, мұрат деп, Дүйсекке қараған еді. Дүйсек, ой, бос белбеу неме. Жүрегінде солай сөлбірейіп, олай болатын болса, мына Ғалимжан үйленгенше апамды қолыма алам.
қашанғы бала бағып отырады. Шешемде демалып рахат көрсін деген өтірік шамдан. Осы жерде үнсіз отырған шешелері Рахила, сен екеуің мені бөле алмай отырсыңдар ма? Осындағы үшеуіңде менен шыққан шығарсыңдар. Жұмыртқа тауыққа жол көрсеткенін қайдан, қашан көрбедіңдер? О, несі-ай, тіпті кәдімгідей кісі боп қалыпты. Осы үйде мені тірі отырғанда үшеуіңнің де балаларың жетім болмайды, шеттемейді. Қайсың, қалай бағам өзім білем. Менен ақылды емес шығарсыңдар деп қысқа, бірақ қатты айтып еді, екеуі де жым болды. Ғанижан анасының алдына еркеле жатып кетті де, мен де крыша железный деп жағдайды жұмсартып бәрінің езуіне күлкі жинады. Ғанижанның басын сипап отырып Рахила, иә, бұл әңгімелер айтылуы тиіс. Кетер әйел кетті. Алдартынан бір уыс топырақ, не болса да өзі білсін, маңдайына жазылғанын көрер. Бірақ мұна екеуін жетілдіру біздің мойнымызда. Қанаттыға қақтырмай, томсықтыға шоқтырмай жетім деген сөзді естіртпей өсіру бізге міндет. Екеуі де марқұм шалымның тегін ұстап жүргенде мен бұларды жетім қылмаспын деп бағанадан еркелеп жатқан Ғанижан ұшып тұрып, осыдан Аягүлмен көп жүрсінге біреу бірдеңе деп қарасын, тура бастарын жұлып қолдарына берем деп екілене сөйлеп еді. Ағасы десек еңгілдеп күліп, әй Ғанижаным, бауырмай, өз басыңа ие болшы. Көп жүрсін, мен Аягүлді ренжітуге жол бермеспіз. Қанша айтқанмен олар менің балаларым. Дәу бапа дейтін атым бар. Сен тентек болмай, басыңды бағып жүрсең сол да ерлік. Мектебіңді бітіріп оқуыңды оқы, сол сенің міндетің деді. Сонымен сол әңгіме сол жерде аяқталды. Кішінісі Ғанижан үйленгенше Ғалымжан өзіне үй тұрғызып, қызы Аягүл есейіп әкесінің ас ауқатын дайындап, кір жуатын жағдайға жеткесін бөлек өз үйлеріне кеткенді. Әрине, бөлек кеткен деген аты болмаса, сол күйі мида араласып жатыр. Екі күннің бірінде анасы Рахила Ғалымжанның үйінен табылса, арасында енесін іздеп. Десек ағасының әйелі осы үйде. Ана мынау тазалық жұмыстарын Ғанижанның келіншегі келіп, көз жақсыма көмектесем деп істеп кетеді. Ғалымжан алаңдайтындай үйтірлігі болған емес, әйтсе де Ғалымжанның есінен кетпес бір оқиға болды. Көп жүрсін, 12-ге толғанда өзінен 2 жас үлкен баланың басын таспен ұрып жарған. Ол аз болғанда тепкілеп тастаған. Мектепке полиция келіп, үлкен шу болған. Таяқ жеген баланың ата-анасы арызданып, бұл бала мынандай мінезбен адам өлтіруден тайынбайды деп тұрып алды. Көп жүрсін, ешқандай ақталмады. Үнсіз қатып қалған. Сұрағанға өзінен көрсін, обалы жоқ. Қажет болса, тағы ұрам деп қасарысты. Іс-насырға шабатын болғасын, таяқ жеген баланың сыныптастары жиналып келіп, әлгі баланың өзі кінәлі екенін, көп жүрсінді итеріп жібергені аз болғандай үнемі Жәлептің баласы деп қорлайды екен. Осыны естіген әлгі баланың әкесі арызын қайтып алып, таяқ жеген баласын шапалақпен екі тартты. Өзі үлкен басымен көп жүрсінен кешірім сұрап, Ғалымжанның анасы Рахиланың қолын сүйіп кешірім өтінді. Сонымен сол оқиға солай басылған еді. Бұл күнде Ғалымжанның қызы Аягүл 21-ге толып, Орал қаласындағы универді бітіріп, диплом алып келген. Көп жүрсін, 18-ге толып сол қалаға оқуға түсіп, 1-ші курсты бітірді. Ғалымжан сол күйі үйленбей қалды. Аягүл оңашада жасы 70-ге жақындаған әжесімен сырласып отырып, әже, өзің айтушы едің ғой, қыз бала өз уақытымен өз орнын тауып кетуі керек деп. Мен де сол өз адамымды, өз орнымды тапқан сияқтымын. Өзімен бірге оқыған жігіт сөз айтып жүр. Осы ауылдың баласы. Құда түсіп, айттырып алайын дейді. Мен тек әкемнің жағдайын ойлап, ештеңе айта алмай жүрмін. Бала кезімнен шашымды тарап, өріп отырып, талай айтқан сөздеріңізді құлағыма құйып өстім. Артық боянбадым. Өзің айтқандай артымды ашып, қысқа киінбедім. Орынсыз жырқылдап көлмедім. Сонда да қарайтын жігіт қарады, достық қолын ұсынды. Менің анамның жоқтығын сездірмей тәрбиелей білдің. Тәртіпке салып жүріп, мейіріміңді аямадың. Қыз баласың ұят болады деймен, өмірде көп нәрсені үйреттің. Менің әжем емес, шын анам өзің болдың. Анамда, әжемде, сырласымда өзің болдың. Қалай ойлайсың?
Әкем қалай қабылдар екен деп ағынан жарылды. Қарағым-ау, айым сол. Қыз мұраты кеду дегенде қыз ол гүл сияқты. Баптап, аялап, өсіргесін жарқырап гүл ашады. Сол гүл ашып тұрған шағында өзінің бағбанына табыстамаса, солы бәрі кетіп, сүйегі қатайып, сүйкімсіз бола бастайды. Жеңешелерінен естіп жүрмін. Әлгі менің замандасым Сұлтанәлінің немересі сөз салып жүр екен. Несі бар? Өсіп өнген әулет қой. Жаман жер емес. Ал әкеңе келсек ол менен асып кетпес. Сенің ендігі міндетің бар өмірін сендерге арнаған әкеңнің бетін жерге қаратпау. Барған жеріне судай сіңіп, тастай болу. Сен барған жеріңде сыйлы, набатты келін болып, үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіріп көргенді келін атанып жүрсең, әкеңнің еңбегін ақтағаның. Әкеңді жерге қаратпа. Жаман сөз келтірме қарағым. Шібере берсін, құдаларын танысайық, білсейік, ақылдасайық деп, Аягүлдің маңдайынан сүйді. Алматыға жақын жерде орналасқан жеке ауруларға арналған клиника палатасында жатқан осы бір Маржангүл деген әйелдің артынан келушілер тым сирек. Үнемі қасында клиника қызметкерлері жүреді. Жасы 50-ге енді жетіп жүрген, өңі таймаған, бұл әйелдің жағдайы ондай ауыр емес. Тыныш, өзімен өзі. Артық әрекеті жоқ. Дәрігерлердің қойған диагнозы миы шаршаған, жүйкесі сыр берген. Артынан ешкім іздеп келмесе де клиниканың қызмет ақысы Түркияның Измир қаласынан үзбей төсіп тұрады. Сондықтан бұл пациент клиниканың VIP есебінде тұрады. Маржангүл емшарадан бос кезде ылғи жалғыз қалуды жақсы көреді. Дәрігерлер көп ойлануға, мазасыздануға тыйым салса да, Маржангүлдің өз әлемі тартып тұрады. Бұл сол Маржангүл еді. Арман қуып, әдем өмір іздеп, 2 баласын, күйеуін тастап, бай, сарбаз, әдемі Қалиханға еріп Алматыға келген. Келгеннен мол дүниеге тап болған. Әрине ол дүниелер сатуға арналған Қытайдан келген тауарлар еді. Күндіз сауда, біреуден алып біреуге сатып, үстіндегі пайдасын өздеріне жаратып, Қалихан екеуі шайқап жүрген кезеңдер еді. Күндізгі жұмыстан соң міндетті түрде кафе, ресторанға барады. Онда жерлерге күнде бір киім киіп бару, жылтыраған шегеге көміліп жүру өмірдің мәнінде сезілген. Кейде кафеден өз үйлеріне келгесін кальян шегіп көңіл көтеретіні бар. Кейінірек оған қосымша бәң, тірек апиын қосатын болды. Бұның бәрін Маржангүл өткенін ұмытып, жаңа өмірге бейімделу санайтын. 2 ай арасында Маржангүл Қалиханның сауда достарымен толықтай танысып кетті. Олардың ішінде қазақ, Қытай, түрік, тіпті вьетнамдық та бар екен. Маржангүлдің әдемілігі бәрінің көкейіне құрт болып түсіп жүрсе керек. Әгілер тым қатты әуеленіп кетсе, Қалихан бұны құшақтап, өзімен ауыспайды деп күлдіріп, арашылап алатын. Сонда да Сәлимбе деген түрік досы, бұл ханымы беньорум деп, Қалиханды мұжуын қоймайтын. Сөйтіп жүргенде бір күні Қалихан бұған, Түркияға барып Измирден тікелей тауар жіберіп тұрсаң қайтеді. Қазір Қытай тауарларына сұраныс азайып кетті. Енді жұрт түрік киімдерін көбірек сұрайды. Сол жақтан жақсы өтімді тауарларды өзің жіберіп тұрсаң, мен бұл жақтан ақшасын жіберіп тұрам. Үстіндегі пайдасының жартысы сенікі болады. Түсінсең бол саған өсіп баюыңа үлкен жол ашады. Сен онда мен мұнда керемет сауда болғалдыр деп, миын жеп, көп ақшамен көзін қыздырып, Сәлимбеге ертіп қоя береді. Измирге келгеннен киім-кешек пен алтын күміс бұйымдардың көптігі аранын ашса, Сәлімгерейдің ілтипатымен құлағының түбінен сыбырлаған жылы сөздері Маржангүлді Сәлімгерейдің төсегінен бірақ шығарды. Қалиханның құшағын Ғалымжаннан артық санаса, енді Сәлімгерейдің құшағын Қалиханнан ыстық деп есептеді. 3 жыл Сәлімгереймен тұрса, одан соң Мехмет деген біреу табылды. Содан соң Аңсар деген мемлекеттік қызметкермен қосылды. Солай өңмен түстің арасында жүріп өмір өткенін білмей қалды. Бүгін міне жазылмас ауру бар, бірақ байлығы бар. Маржангүл жападан жалғыз қалды. Қаншама еркекпен төсектес болып жүрсе де, жатырына жоғын болмады, бала көтермеді. Өмірінің соңы көрінгенде ішінен шыққан балаларын сағынды. Тек балаларын сағынды. Себебі туған туысқандары бұдан бас кешіп бас тартқалы қашан.
Бұл балаларынан бас тартып қолхат жазып бергеннен кейін 4 айдан соң артындағы інісі келіп, бұның бетіне түкіріп, саған елдің қарғысын жеткізгелі келдім. Әкем сенің күйігіңнен өліп кетті. Қайыр болсын айтып, иман тілей келген елдің бетіне қарай алмадық. Шешеміз көкірегін көкке сауып сені қарғаумен ауру болды. Мына Қалиханыңмен қосып бауыздай салар едім. Әттең, сен оғанда татымайсың. Сенің жасаң азауаттың құйрығына байлап жіберу еді. Әттең, заман басқа, жер тар. Ауылға келер болсаң, машинамен сүйреп өлтірем. Көрдің бе көзімізге деп кеткен. Апиын араласқан шөпті кәлян қылып шегіп отырған Маржангүлге бұл сөз шыбын шаққандай болмағанды. Қазір жалғыз қалғанда барар жер басар тауы қалмаған кезде санасына оқтай тиіп жүр. Солардың бәрі ойына оралғанда миы шаншып кетеді. Амалсыз күшті есірткі қосылған таблеткасын ішіп, ауруды басады. Аягүлді ұзатып құты жеріне қонғанына 3 жылдан асты. Бұл арада Ғалымжан бір жиенді болды. Сол жиеннің бір жас тойы мен шашын алуға барғанда үлкен құдасы Сұлтанәлі: құрметті құдалар, тойымызға ортақтасып, қуанышымызды бірге бөлісуге келгендеріңізге Алла разы болсын. Өздеріңіз білесіздер, уақытында айтылмай қалған сөз іште қалса сасып, көкіректі шіртіп жібереді. Менің айтқым келіп отырғаны мына келінім Аягүл турасында. Иә, басында шешесіз өскен қыз дегенде тіксініп қалғанымыз рас. Келін болып түскен кезінде сынға көп алынды. Бірақ қауіпіміз бекер болып шықты. Шешесі болмаса да мына менің замандасым Рахила әжесінің тәрбиесін көрген келін жұрттан озды. Ауылға үлгі болды. Осында отырған сары қарын бәйбіше болған абысындары сөзімді жоққа шығармас. 22-ден жаңасқан Аягүл келінім үлкен тәрбиемен көрегенділіктің көрінісі болды. Әдеппен инабаты, ақылды сөзімен салған суреттей стилетін ісі бәрімізді тәнті етті. Сол үшін үлкен құдағайымыз Рахилаға арнаған сыйлығымыз бар. Оны мына әйелдер берер. Мен өз құдаларым Ғалымжан мен Дүйсекке бірдей қылып өз қолмен құда шапан жап қалдырмын. Аягүлдей адамды тәрбиелеп бізге ұзатқан сіздерге мың алғыс деп, құшақтап, құда шапандарын жапқан еді. Ғалымжан сондай марапаттардан көңілі көкті тіреп тұрғандай сезімде болды. Әскери кафедрасы бар, оқу бітірген көп жасар, келгесін бірден полицияға қызметке тұрды. Ендігі мәселе үйленіп, отау құрып, әке қолына келін түсіру болатын. Десек те, Ғалымжан да Ғанижан да сол шаруаға бел шешіп кірісіп кеткенді. Көп жасардың ойында не барын кім білсін, бұлар құда түсіре іздеп, айттырып алар қыз іздеп шабылып жүргенде Ғалымжанның құлағына Маржангүл Алматыда жаман аурумен ауырып жатыр деген сыбыс жетті. Ғалымжан бұл хабарға қуанған да жоқ, қайғырған да жоқ. Біркелкі жайбарақат қабылдады. Кешкісін тойдың шаруасын ақылдасамыз деп үйіне Ғанижанның қолындағы анасын, Дүйсек ағасын, жеңгесімен, қызы Аягүлмен күйеу баласы Еркебұланды шақырып алды. Бұл әңгіме негізі көп жүрісімен Аягүлге қатысты болса да, ет жақын туыстарым, анам, күйеу балам, бәрің отбасын болып саналатын болғасын сіздер де білуіңіз керекті. Маржангүл Алматыда ауруханада жатыр екен. Жаман ауру дегенді естідім. Сол жақтағы таныстармен хабарласып анықтап едім. Рас екен. Енді қанша күні қалғаны белгісіз дегенде ең бірінші көп жасар ұшып тұрды. Жоқ, ондай адамды танымаймыз. Біздің анамыз әлде қашан өлген деп айғайлап жіберді. Аягүл не айтарын білмей қасында отырған күйеуін құшақтап жылап жіберді. Ортада ауада қалықтап қалған үнсіздікті Дүйсек бұзды. Тағдыр деген солда. Өмірінің ақыры қандай боларын кім білген. Бейшараға обал болған екен деп аяушылық білдіріп бастап еді. Көп жасар, жасқа шыланған көзбенен: дәу бапа, не деп отырсыз? Қайдағы бейшара, 2 баласын тастап, әдемі өмір іздеп кеткен адам ол. Үріп-ішіп шайқап төгіп, шатырынан шыққан ұл мен қызын тастап, шәлептің баласы атандырып кеткен адамды аяп отырсыз ба? Ондайлардың орны тірісінде де, өлісінде де тозақ. Олардың өмір сүруге қақысы жоқ деп, тағы ашына сөйледі. Ауыр күрсініп отырғандарға бір қарап алып Рахила әже:
Әй, қарақтарым, құрбосқа ашуланып не қыласыңдар? Көп жасар құлыным-ау, сен өміріңді енді бастап жатырсың. Сондықтан олай асылық сөйлеме. Енді ондайдың бетін аулақ қылсын. Құдай сақтасын. Қазақ әйелді әуелде нашар адам қызды нашар бала деуші еді. Ол жамандықтан емес, әйелдің көбіне нәзіктігі мен осалдығын меңзеп айтқаны. Иә, әйел тілге осал сөйлеп қояды. Қызылға осал жылтыраққа өз. Шайтан азғырып, қызылдың артын қуып кеткен адамды қатты айыптамаңдар айналайындар. Иә, тас бүйрек болды. Отбасын бұзды, бірақ ол сендердің аналарың. Құрсағын жарып шықтыңдар, емшегін еміп, өмірдің дәмін таттыңдар. Кешіру кешірмеу өз еріктеріңде, бірақ кек сақтамаңдар. Өздеріңе ауыр болады. Көкіректеріңдегі қатып қалған шемен мұңды жібетіңдер. Өздеріңді босатыңдар. Болары болды, бояу ісіңді. Өткен нәрсе сол өткенде қалсын. Тек сақтап, қазіргі өмірлеріңе алып келмеңдер. Ғалымжан, саған айтарым бар, алдынан өт, кешірім бер. Оған деген өкпең жоғын білдір. Оны қинап жатқан өткен шағында жіберген қателігі. Аягүл, көп жасар сендерде кешіріңдер. Сонда ол қатты қиналмай о дүниеге қайтар. Қинамаңдар оны, жіберіңдер деді. Көп жасар бұл сөзге көне алмайтынын білдіріп шығып кетті. Қалғандары тағы үнсіздікпен қалды. Клиника террасасында шайқалмалы, креслода жеңіл шәлі жамылып журнал қарап отырған Маржангүлге медбике: «Ханым, әфенди, сізде бересі келді» дегенде, әуелі селк еткен ол ақырын артына бұрылып қарады да таңырқап көзі жасқа тола берді. Маржан абыржып қобалжыма. Бұл мен Ғалымжанмын. Сенің ауырып қалғаныңды естіп хабар алуға келдім. Шошынба, Маржан деп, қасына келіп, икемге келмей отырған қос қолын алақанымен қысты. Айтарға сөз таппай тұншығып отырған Маржангүл алдында отырған Ғалымжанның иығына маңдайын тіреп, үнсіз селкілдеп жылады. Ұзақ жылады. Сосын басын көтеріп, әлде қалай болады дегендей, кете алмай тұрған медбикеге: «Мерак етмен, бенде харчы елунда. Алаңдама, менде бәрі дұрыс» деді. Содан соң ғана медбике ақырын жылыстап шығып кетті. Маржангүл көз жасын сілки сүртіп, Ғалымжанға тесірейіп қараса да барша мейіріммен бетіне алақанын басып: «Сен келдің бе? Сен Ғалымжанбысың. Сенің келетініңді сезгем. Күтпесем де, сен келеді деп үміттенген едім» деп тағы өксіп ышқынып жылап жіберді. Маржан, жылай берме, шаршап қаласың. Бәрі жақсы. Иә, мен келдім. Сені іздеп келдім деп басқа не айтарын білмей қипақтап қалды. Балалар қалай? Олар аман ба? Қандай болды? Мені кешіре алды ма? Апам тірі ме? Дәу апа бар ма деп ажағын айта алмай тағы жылады. Бар, бәрі тірі. Бізде бәрі жақсы. Аягүл тұрмыста. Бәрі жиенің бар. Күйеу бала жақсы бала. Барған жерде жақсы адамдар. Көп жасар полицияда жұмыста. Жақында үйлендіреміз. Соған сені де шақыра келдім. Міне олардың суреттері, бейне жазбалары» деп Жалмажан телефондағы суреттерді көрсете бастады. Әрбір суретке қадала қарап, өлкейтіп анықтап қараған сайын көзінің жасын тия алмай отырған Маржангүл аяқ асты. «Сенің әйеліңше, ол неге суретке түспеген? Мына жерде бар ма?» деп екілене сұрады. Ол жоқ, анығырақ айтқанда, ненде әйел жоқ. Үйленбедім дегенде Маржангүлдің көздері ұясынан шығып кете жаздады. Қалайша? Сонда сен мүлдем үйленбедің бе? Неге деп таң тамаша болды. Солай болып қалды. Екі баламның бабын табалатын әйел кездесе ме? Жоқ па, білмедім. Сосын тәуекелге бармадым деп Ғалымжан жымиып жауап бербеді. Маржангүл тағы бір мен сияқты сұр жылан тап бола ма деп қорықтың ба деп сұрады. Солай десе де болады. Балаларымның жылағанын көргім келмеді деп Ғалымжан қысқа қайырды. Ұзақ жылағаннан ба әлде уақытында өзі сатып, намысын таптап кеткен еркектің келіп кешірім жібергені ме? Әйтеуір Маржангүлдің бетіне қан жүгіріп,
көңілі көтерілгендей болды. Екеуі басында не айтарларын білмей, біраз кібірдіктеп отырса да, ортақ әңгімелері балалары болғасын, соған еніп кетті. Ертесінде таңертең келгенде Маржангүл кәдімгідей құлпырып, көздерінен құлшыныс көрініп тұрды. Көп жасардың тойына келгенде сәл мұңайып тұрды да: «Ғалымжан, рахмет саған. Мен бүгін шын бақыттың не екенін сездім. Енді осы бақытты күйімде өлуге рұқсат бер. Мен ауылға барып көзге күйік болмайын. Әйтеуір аман екендеріңді білдім. Көп жасар мен Аягүлде бәрі жақсы екенін білдім. Міне сол маған бұйырған бақыт. Уақытында бақытты танымай, қол үзіп бақыттың басына теуіп кеткен адаммын ғой. Сондықтан рахмет. Ескі жараның орнын тырнап, қанатқаннан не пайда? Міне, осы бақытымен, осы өкінішіммен өлуге рұқсат бер. Енді өлмен қорықпаймын. Мынау менің Түркиядағы үйіме сенің атыңа жазылған мұрагерлікпен сондағы банктегі есеп шоттарым. Менің атымдағы мұрагер сендерсіңдер. Немерелеріңе, немерелеріңе. Олар сенің немерелерің. Менің есебімнен өз атыңнан сыйлық алып беріп тұр. Күнәмді ақшамен жапқаным емес. Бұл сенің немерелеріңе менің де қатысым барын сезініп жатып өлу. Енді ауылға қайт. Суреттердің бәрін шығарып, жастығымның астына салып қойдым. Ертең өлгенде өзімен бірге алып кетем. Мен енді өлімнен қорықпаймын. Мендей сорлы бейбақты ұмытпай жүргеніңе саған мың алғыс деді. Ғалымжанмен қоштасып тұрып, араға ай салып, көп жасар үйленіп, ұлан асыр той берілді. Шөдін сәл асқанда Ғалымжанға клиникадан хабарласып, Маржангүлдің қайтыс болғанын, өзінің өтініші бойынша Алматы маңындағы Боралдай зиратына қойылғанын жеткізді. Ғалымжан түгел томаластарымен, көп жасар келінмен, Аягүл күйеуімен, баласымен бәрі жиналып, қабіріне ескерткіш тақта орнатып, топырақ салып келді. Осымен әңгімеміз тамам. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Ой пікірлеріңіз болса, пікір бөліміне бөлісе кетсеңіздер. Алдын ала рахмет.